Қайырлы күн домбыра үйренуші. Біз бүгін екінші сабағымызды бастайық деп отырмыз. Бұл домбыра үйренудің алғашқы сатысы, алғашқы сабақтары болып табылады. Біз бүгін екінші сабақта қалғаны еркемай дегенді үйренеміз. Еркемайдың негізгі орындалып жүрген екі нұсқасы бар, яғни екеуі екі жерде орындалады. Мысалы, бірінші нұсқасы ең көп таралғаны мынау. Деп орындауға болады. Енді екінші нұсқасы бар. Бұл мына жерде. Құрметті домбыра үйренуші, мен сіздерге осы екінші нұсқасын үйретейін деп отырмын. Өйткені алғашқы домбыра үйренгенде, егерде мына жерден ойнасаңыз, кейде саусақ жетпей біраз қиналып қалып жатады. Ал мына жерде ойнасаңыз, әуен сол қалпы, тек біраз ғана жоғары ноталарда, бірақ өте ыңғайлы және үйрену үшін өте оңай жер деп болып табылады. Ендеше осы еркемайдың алғашқы сөйлемін үйреніп көрейік. Бұл алдыңғы сабақта, егер есіңізде болса, мен айтқан болатынмын. Бірінші пернеден бастап 19-шы пернеге дейін сандарды жазып шығыңыз. Егер де жазып шықсаңыз, 11-ші пернені басыңыз. 11-ді басамыз, төмен қағыз. Екіншісі шынашақпен 14-ті басамыз. Жоғары қағыз. Екінші 14, төмен қағыз. Үшінші 14, астыңғы жолда. Төртінші 14. Тағы бір рет көрейік. 11, 14, 14, 14. Тағы да 11, 14, 14, 14, 14. Енді 11-ді басамыз қайттан. 11. Енді көрші перне аты жоқпен, ортаншы саусақпен басамыз. 12. Яғни бұл бізде бірінші сөйлем. Бұл егерде бұндап айтсаңыз, еркем, еркем, еркемай деп айтады. Соның әуенін үйреніп жатырмыз. Бұл ретте бір ескеріп кететін жағдай. Алтын сабақта бірнеше мәрте айтқан болатынмын. Енді тағы да бір рет қайталайын. Бас бармақ жабыстыру керек. Яғни бұлай алшақ жатуға болмайды. Өйткені бұл кейінгі сабақтар өзінің зиян тигізеді. Яғни еркемайда біз үстіңгі шекті баспаймыз, тек қана қатар жатады. Ал керісінше алақан не істейді? Жатпайды, бұлай жабыс жатпайды. Мейлінше алшақ жатса, неғұрым дұрысырақ болады. Енді бірінші сөйлем тағы ойнайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 7 қағыс болу керек. Төменнен бастап, төменнен аяқталады. Екінші сөйлемді көрейік. Екінші сөйлем 12-ден басталады. Бұл ретте сіз мына ортаншы саусақпен де басып тұра аласыз, не болмаса саусаққа ауысуға болады. Егер де өсіп ауыссаңыз дұрысырақ деп есептеймін. 12, енді 16 басамыз.
сол шынашақпен қала береді. 16, 16, 16, 16, 12, 14. Тағы да екінші сөйлем. 12, 16, 16, 16, 16, 12, 14. Бізде бір екінші сөйлем бітті. Енді бірінші мен екінші сөйлемді қосып көрейік. Енді үшінші сөйлем. Егерде байқасаңыз, үшінші сөйлем дегеніміз дәл бірінші сөйлемді қайталау. 11, 14, 14, 14, 14, 11, 12. Яғни бірінші сөйлем мен үшінші сөйлем ұқсас. Енді осы үш сөйлемді көрейік бірге. Üçüncü söyleyeyim. Бас бармаққа алшақ жатпау керек, алақан жабысып жатпау керек. Сосын міндетті түрде иығыңыз бос болсын. Мен тәжірибені көп байқағаным, көптеген адамдар алғашқы рет өстіп домбыра үйреніп жүргенде мына иығын көтеріп алады, өте ыңғайсыз отырады. Олай емес, егер де сіз өзіңіздің қысылып отырғаныңызды сезінсеңіз, бірден алып домбыраны отырып, денеңізді босатып, 2 секунд отырып қайттан бастаңыз. Өйткені егер де денеңіз бәрі қысылып тұрса, бұл өте зиян. Осымен үшінші сөйлем аяқталды. Енді соңғы төртінші сөйлем. Бұл сәл қиындау. Және 12 деп бітірдік қой. Осы 12-ден бастаймыз. Сол аяқтаған жерден 12, 14, 11, 11, 9, 9, 7. Тағы да 12, шынашақ міндетті түрде 14, сақ-сақпен 11, сақ-сақпен көтерілеміз, 9, 9, 7. Құрметті домбыра үйренуші, міндетті түрде мен айтқан саусақтардың ретін пайдалана отырыңыз. Әрине, мысалы, бір саусақпен ойнасауға болады, бірақ та бұл ертең сіз адай, балбырауын деген сияқты күрделі күйлерді үйренгенде өзінің кері әсерін міндетті түрде тигізеді. Сондықтан тағы айтылып айтамын, мен ұсынған саусақтарды пайдаланып отырсаңыз, өте жақсы деңгейге жетуге болады. Енді мен сізге барлығын ойнап берейін, асықпай. Өзіңіз қарап, талдап, анализ жасап отырыңыз. Екінші сөйлем. Үшінші сөйлем. Төртінші сөйлем. Енді негізгі әуен қалай шығу керек екен, соны орындап берейін. Осылай болады. Құрметті домбыра үйренуші, міндетті түрде осылай ойнап,
үйде бірнеше мәрте қайталап жүріңіз, және үйде дайындалғанда мүмкіндікше егер де 5 минут арнасаңыз уақытты бір отырғанда 5 минут отырып жарты сағат өз шаруаны істеп тағы да 5 минут отырсаңыздар, тағы да жарты сағат, бір сағаттан кейін тағы бір рет отырсаңыздар, күніне жоқ дегенде 3-4 мәрте, кем дегенде 5 минуттан отырсаңыздар, өзіңіздің домбыра үйрендегі жақсы бір жетістіктерге жетуге болады. Осыменен екінші сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, және де үй тапсырмаларыңыз дайын болса, міндетті түрде WhatsApp номерға жіберіп, сұрап тексертіп алыңыздар. Жақсы.